Осьтер және бүйірлік панель. Объект кеңістікте оңға солға, алға артқа және жоғары төмен қозғала алады. Сәйкесінше осы үш бағыттың блендерде атаулары бар. Ол X, Y және Z осьтері. Біз осы мәндерді бүйірлік панельден көре аламыз. Бүйірлік панельді қосу үшін N батырмасын басамыз. Кез келген кадрға ауысып, X-тің мәнін әрі-бері жылжытсақ, бізде объект оңға солға қозғалады. Және бұл ось сарыға боялып, позицияға кілт қойылды. Байқасаңыз, басқа осьтерде кілт жоқ, өйткені біз оларды әлі өзгертпедік. Сонымен қатар біз оның нақты қаншаға жылжитынын басқара аламыз. Тіпті нақты бір санды енгізіп, нақты бірліктерге жылжыта аламыз. Мысалы, 2 санын терсем, куб 2 бірлікке оңға жылжиды. Ал мысалы, -3 десем, керісінше солға дәл 3 бірлікке қозғалады. Дәл солай кез келген осьте өзгерістерді осылай жасауға болады. Яғни осы панельдің пайдасы, біз объектіні әр осьте бөлек-бөлек және дәлме-дәл мөлшерде өзгерте аламыз. Ал кубты вьюпортта жылжытсақ, оның координаталары панельде қалай өзгеріп жатқаны көрсетіліп тұрады. Ал I батырмасын бассақ, әрбір оське тіпті өзгертілмегендерге де кілт қойылады. Айналдыруда да, көлем өзгерісінде де осьтер болады. Оны бүйірлік панельде өзгертіп, сынап көр. Сонда осы осьтердің қалай жұмыс істейтінін жақсы түсінесің. Бұл осьтерді вьюпортта бөлек қозғалтамыз десек, онда арнайы пәрмендерді қолданамыз. G батырмасын басқаннан кейін, осы үш осьтің кез келгенін бассақ, біз тек қана сол осьте ғана қозғалта аламыз. Басқа осьтерде қозғалыс құлыпталды. Егер Y батырмасын бассақ, тек Y осьінде ғана болады, ал Z батырмасын бассақ, тек қана жоғары төмен қозғалатын болады. Сол секілді R батырмасын басқаннан кейін, осы үш әріптің біреуін басайық, сонда бұл объект тек қана сол осьте ғана қозғалатын болады. Көлемге байланысты дәл сол ереже. Енді бұл осьтерді қолданудың одан да күрделі версияларын қарастырайық. G-ді басып, Shift Z-ті бассақ, онда Z-тан басқа X, Y осінде осы объект қозғалады. Алайда Z осінде объект қозғала алмайды. Shift Y-ті бассақ, Y осінде қозғалыс бола алмайды. Қозғалыс тек X, Z осінде ғана болады. Ал Shift X-ті бассақ, қозғалыс тек қана YZ кеңістігінде ғана бола алады. Егер R-ді бассақ, біз тек қана өзіміз көріп жатқан кеңістікте ғана кубты айналдыра аламыз. Ал көру бұрышын ауыстырсақ, сәйкесінше тек қана осы тоқтаған бұрышта ғана мына куб айналады. Біз қалаған жаққа көру бұрышын ауыстыру арқылы өзгеріс енгізе аламыз. Ал бұрылыстарды шектемей, кез келген жаққа айналдырғымыз келсе, онда 2 рет R батырмасын басамыз. Сонда куб кез келген бағытта айнала береді. Ал көлемді өзгерткен кезде дәл осы пәрмендер жұмыс істейді. S, X-ті бассақ, тек X осінде ғана созылады, немесе мұжылады. S, Z, тек қана Z осінде созып мұжуға мүмкіндік береді. Ал Y болса, осы осьте ғана көлемнің өзгерісін шектей алады. Осы үйренген нәрселерді өз бетінше өзгертіп, сынап көр.